Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан корей ұлтының тағамын жасап көрейік. Өте дәмді әрі тойымды тағам екен. Видеоны соңына дейін қарап рецепті көріп алыңыздар. Төменге описанияға рецепті жазып қалдырдым. Ең алдымен қамыр ашытамыз. Жылы сүт пен жылы суды араластырып алып, осылай ыдысқа құйып, үстіне қант пен тұз қосамыз, және де ашытқы қосамыз. Осы сәтте сұйық май қоссаңыздар болады, немесе ұннан кейін қоссаңыздар да болады. Осылай араластырып аламыз да ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Аздап қосып қасықпен араластырамыз да, және де ұнды тағы да қосып қасықпен араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды қосып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Тым жұмсақ болуға да болмайды. Қамырларыңызды илеп болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа ашығанша қалдырып қоямыз. Ол уақытқа дейін, яғни қамырымыз дайын болғанша салмасын начинка дайындаймыз. Табамызға сұйық май құйып, жақсылап қыздырып аламыз да етімізді саламыз. Етті жіңішке ұзын етіп кесіп, осылай жақсылап қуырамыз. Одан кейін бір пиязымызды да турап, етпен жақсылап қуыратын боламыз. Жақсылап қуырып болғаннан кейін болгарский сәбізді ұзын жіңішке етіп тураймыз да, осылай тағы да жақсылап қуырамыз. Одан кейін мен тойымды болу үшін 2-3 дана картопты 4 бүріш етіп қосып қуырдым. Осы сәттер жақсы түспей қапты. 2 ас қасық соевый соус, 1 ас қасық томат қостым да, үстінен мінекей осылай су құйдым. Бетін сәл жауып тұрса болды. Қайнағаннан кейін астын жай қойып бұқтырып қоямыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, хмели, және де кептірілген чеснок приправасын қостым. Және де лавр жапырақтарын қоссаңыздар да болады. Осылай астын жай қойып жарты сағат 1 сағатта пісіріп аламыз. Подливіміз дайын болғанша енді қамырына кірісеміз. Қамырды ашып қалды. Қамыры жұмсақ болғандықтан оңай жайылады. Қамырын осылай дөңгелектеп жайып аламыз да, пиаланың көмегімен дөңгелек етіп ойып аламыз. Кез келген дөңгелек пішінмен ойсаңыздар болады, бірақ тым қатты үлкен етіп оюға болмайды. Қамырларыңызды жұқа етіп жаямыз, қалың етіп жайға болмайды, өйткені буға пісетін болғандықтан өзі ісініп әдемі болып піседі. Осылай дөңгелектеп алғаннан кейін арасына міндетті түрде жабысып қалмас үшін сұйық май жағамыз. Барлығына сұйық май жағып болғаннан кейін мантаваркамызға салып, жарты сағатта пісіріп аламыз. Негізі 20 минутта жеткілікті екен, менікі сәл ұзақтау тұрып қалды. Достар, асығыс болғандықтан мен осылай дайын түрі, мінекей піскен түрі, тағамыз осылай шығады. Өте дәмді, отбасыма қатты ұнады, сіздерге де ұнары сөзсіз. Міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, баршаңызға ас болсын.